Nothing can stop me, I'm all the way up. Бля. Пока план жоқ дейтін ситуациялар. Туған күніңде не істейін деп жатсың? Пока план жоқ. Хакім мырза, мына ауылға су, газ қашан кіреді? Пока план жоқ. Братан, қитандер қашан шығарасың? Пока план жоқ. Бір тойға бару керек еді, қашан үйленесің, а? Пока план жоқ ондайға. Мына қашан бітесіздер сіздер? Пока план жоқ. Манас қашан шығасың отырғанға 1 сағат болды ғой? Пока план жоқ. Қалайсың, брат? Ертең тойыма шақырамын, шақырып үйледі ғой. Пока план жоқ деген ғой. План болмай қалды ғой. Жақын достарым қасымда. Гайкос. Вечерге барамыз енді. Қала бала. Ассалаумағалейкум аға. Жақсысың ба? Ойбай аға. Жақсы аға, өзіңіз қалайсыз аға? Жылқы деп айтатын бар ма? Бар ғой, ойбай аға. Қолым ауырып кетті. Көрсетсе. Аға, сізге көкпардың жылқылары керек қой, а? Біліп тұрсың ғой, аузынан тебетін жылқы керек болып тұр ғой. Болды ғой аға, как раз біз Дубайдан арабский жылқылар әкеліп жатырық та, кәлен шегіп отырған яқта. Қойшы. Бірақ ондай не аласың оларды? Дыхалкілер өшіп қалды. Болмаса бізде Австралиядан алып келген жылқылар бар. Мындай жерлерінде қалталар бар. Кенгурусар. Жүрсе көрсет. Көрсет, дерзкі жылқылар бар да. Жүгеннен ұстайсыз. Porsche Panamera. Кете бересіз, қалтаңызда телефон бар ма? Осы жылқыны алса, екі көкпарды болып сырттары кішкене сырылып қалды да. Ана жерде Талғат деген бала полирок көріп береді, егер сен мінген екен жалғыз өзіммен өзім әңгіме айтамын деп жатырмын. Мына сөйлейді ғой, білесің бе? Қумашы. Мына сөйлейді. Мен ал. Әне! Қойш. Көрініп, мен асай. Әне, көрініп. Кәп? Мен алқай. Сәлем достар, сіздермен бірге рубрика сөйлесейік. Бүгін біз квартира беретін тәттелермен сөйлесетін. Кеттік. Сәлеметсіз әпше, бір күнге қанша? Ойбай, сен мен кімдеп тұрсың, оңбаған? Жоқ, квартира бір күнге қанша? Квартира ма? Бір күнге 7 мың, 2 күнге 14 мың, 3 күнге қанша болады? 21 мың. Ай, қателесің, менде скидка бар, 15 мың теңге болады. Қойш. Қанша адам боласыңдар? Әпше, сізге бәше өтірік айтпай қойын, 3 адам боламыз. Ой, бетің бүлкетпей, шыныңды айтсаңшы. Енді тәте, шынынан енді 5 адам боламыз ғой, 5 адам. Нан ұрсын деп айтсаңшы. Енді нан ұрса енді 12 адам тәте, 12 адам. Бәсе, білем ғой, мен білем ғой. Сол енді әпше 12 адамыз, беріңіз енді. Ішесіңдер ма? Жоқ, ішпейміз тәте. Ішсіңдер. Жарайды, ішпейді екенсің, қыздарың бола ма? Жоқ тәте. Ойбай, 12 бала болды. Не істеп отырсыңдар бір комнатада? Натуре ішінде отырсыңдар сендер, жарайды, бірден айтып қояна, көршілер жаман е. Түнге жақын шуласыңдар 5 мың теңге штраф. Таңертең шуласыңдар 10 мың теңге штраф. Димаш Құдайбергенов ұстап шуласыңдар Қытайға барып тастаймын. Түсіндіңдер ма? Дәл қазір шуласыңдар 30 мың теңге штраф. Өмірдегі мүмкін емес жағдайлар. Алло, жан, мен келіп тұрмын, шығасың ба? Болды ғой жан, шығып тұрмын ғой мен. Мүмкін емес. Бауырым, тұршы. Бауырым. Алло, скорая. Алло. Мүмкін емес. Родной, мына блогер Вайнерді білесің ба? Вообще конкурс жасамайды ғой. Мүмкін емес. Так, нарушаем, да? Ғани Сержатұлы. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Аға, келсек та енді бір бәле. Қандай келіскен, Мүмкін емес. Пока план жоқ дейтін ситуациялар. Туған күніңде не істейін деп жатсың? Пока план жоқ. Хакім мырза, мына ауылға су, газ қашан кіреді? Пока план жоқ. Братан, қитандер қашан шығарасың? Пока план жоқ. Бір тойға бару керек еді, қашан үйленесің, а? Пока план жоқ ондайға. Қашан бітесіздер сіздер? Пока план жоқ. Манас қашан шығасың отырғанға 1 сағат болды ғой? Пока план жоқ. Қалайсың, брат? Ертең тойыма шақырамын, шақырып үйледі ғой. Пока план жоқ деген ғой. План болмай қалды ғой. Жақын достарым қасымда. Гайкос. Вечерге барамыз енді. Жігіттер, официант келіп тұр, заказ берсінші десе, заказ берсінші. Брат, маған дапанжи берсінші, дапанжи. Екі плов. Екі плов? Қарным қатты ашып тұр. Сосын красный бархат и самса. Одан кейін лимонад берсе болады, лимонад. Сен не жейсің? Мен үйден тойып келатырмын, серьезно бар ғой. Мен просто бір салат жей салайын, ә? Счет 9 болды. Как раз 3 мыңнан ғой. Ақшы барды хот жоқ. Хот барды ақшы жоқ.